Тоқтаумен келесі апта не өзгеріс, не жаңалық күтіледі. Бұл общий расклад, жеке расклад. Ақыл өту үшін профиле номерге жазасыз. Аптаның энергиясы, апта энергиясы. Расчетный, суық, ақылдасу, ақылға салу, эмоцияны бір сырып қою, барынша бір ситуацияларды анализ жасауға әрекет жасайтын апта болады сіз үшін. Жоспарларыңыздың өзгеруі, анализ жасап, жоспарларды, барлық мәселелерді күрт өзгертуге шешім қабылдайсыз. Денсаулық мәселесі, бірден аяқ асты бір денсаулық мәселесімен кедергі болуы, бір ер адаммен қарым-қатынас бұзылып жүрген болса, тағы да бір мүмкіндік сөйлесуге шанс, паузадан кейінгі бір мүмкіндік, қомақты қаражат, ақша мәселесіне шешім қабылдайсыз. Ол мәселелерді жабасыз. Алдағы уақытқа, сол жаздың соңы күз айларына жабуды жоспарлайсыз. Бірдеңені сатып алу мақсатында, бір нәрседен кешу дейді. Бір мәселені сатып алу мақсатында бірдеңені сатып алу деген сияқты. Отбасылық, қиын бір шаршап жүрген бір ситуациялар тұрақталады, жұмысыңыз тұрақталады, ол жерде бір адамның қолдау поддержкасы болады. Қарым-қатынастың тұрақталуы болады. Ойламаған жерден жаңа бастама, ол жерде бір қаржы жағын ойлап тұрсыз, жеткізе аламын ба, жетеді ме деп жаңа бастама, отбасылық сол мәселеде балаға қатысты қаражат, ақша жұмсау. Ойланасыз, шешім келуге отбасылық бизнес, қаражат, үй мәселесіне қатысты сол нәрсе сіздің тыныштығыңызды бұзып тұр. Ойланасыз, сенімсіздік, шешім қабылдауға қалай жасасам екен деп аптаның екінші жартысында айналадағы бір адамдармен уайымдап жүрген мәселеңізді айналаңыздағы бір адамдар арқылы жабасыз, бір адамдармен қарым-қатынасты үзесіз. Ескі таныс, ескі адамдармен дейді, жол жүріп барып кездесу, басқа қаладан ұзақ уақыт көрмеген, арақашықта жүрген адаммен кездесу, ол адамның сізге бір сыйлық ақша беруі дейді, таныс адамның сыйлық ақша түсуі, мәселені жақсы жағынан шешесіз, денсаулыққа ақша қаражат жұмсайсыз, үш құрылысына көңіл бөлу керек дейді. Кеңес, ұсыныстар, предложениелерді қабылдау керек болуы мүмкін дейді, ұсыныс, айтылған предложение дейді, ойланып көру.